Хайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен Пиндодан аған заказдарымды көрсететін боламын. Бірінші мен мынандай мужской кроссовка алдым күйеуіме. Өте сапалы и жақсы келген. Іш жері мүжілмей, неғымай. Өте сапалы и бағасы да тиімді. Бағаларын, суреттерін мен сіздерге қоятын боламын. Екінші алған тауарымыз мынандай қысырғыш заказ бердім. Өте әдемі. Бетіп шашты қысырып қойғанға. И әдемі. Жылтырауда несіре. Үшінші қызымның көптен күткен заказы бұл наушник заказ берген ек. Мынандай наушник келді. Ішінен құлағы несімен бар. Ені зарядчигімен осымен келді. Бұл да сапасы өте жақсы. Бұдан кейінгі заказымыз баламы спортқа заказ бергені. Ол да келді. Онда да ашып көрсететін боламын. Міне мына спортивка заказ бергені. Мына үстіңгісі, мына астыңғы шалбары. Мына ішінде тігістері. Матасы қазіргі күзге өте жақсы жылы. Мынау кейінгі заказымыз. Үлкен баламы, бұл да двойка спортивка заказ бергені. Бұны да жетіп ашып көрсетемін. Мына екінші спортивка. Матасы жақсы, андай созылмайтын матадан екен. Бұл да күзге арналған қалың мата. Мынау бутылка. Екеуінен заказ бердік. По-моему, бұл 300-ден 600 теңге ма болып келді. Мектепке ұстағанға. Өте ыңғайлы. Кейінгі неміз мына сумкаға заказ бергені. Сумканы да ұқыпты ғып, қарақұлы салып, қалың пакетке салған. Онда да жашан. Сумкамыз жақсы деген бетін көлеңкісімен жерін қақтап қойған. Онда алатын боламыз. Сайтымен бәрімен келген. Үшінші заказым мынандай күзгі етікі заказ бердім. Іші де сырты да өте әдемі. Кейінгіде нәске заказ бергенен 5 штук. Маған 10 штук жер жетті. Қара гафронан заказ бергенен, екеуі бергенім, екеуі, по-моему, 700 теңгеге ма тура келді. Мындай узоры бар. Көрініп тұрма? Осындай узоры бар гафронан екеуі бердім. Және мындай нәске бердім, қалың нәскелер. Одан кейін мындай шкатулка бердім, оны өзім жұмысына байланысты бердім, құйып істегенге байланысты. Міне менің бүгінгі берген заказдарым, қызыма резина, бір пашка, бағасы да өте арзан. Мен бағаларын және сайттағы суреттерін сіздерге салатын боламын. Күйеуім аяқ киімім, өзіме алған аяқ киімдер және сумкам. Сапасы да, несі де өте жақсы келді. Баламды спортивкасы. Сіздер де алып көрулеріңізге кеңес беремін.